Сәлеметсіздер ме? Өткен сабақта біз Python ортасымен және қолданыстағы редакторлар тілімен танысқан болатынбыз. Сондай-ақ Python тілінің қалай жүктеуді, орнатуды көрсеткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айнымалылар және оның типтері. Жоспары: бірінші, айнымалылар және олардың берілуі. Екінші, айнымалылар типтері. Үшінші, жазылу жолдары. Python бағдарламалау тілінде ең бірінші айнымалыларды функцияларын білу маңызды. Егер де олардың дұрыс жазылу жолдарын білмесек, онда біз программаны нақты дұрыстап жаза алмаймыз, және де бізде көптеген қателіктер болуы мүмкін. Айнымалылар Python бағдарламасында ең маңызды функциялардың бірі болып табылады. Айнымалылар дегеніміз не? Айнымалы ол аты, түрі және мәні бар мәндерді атаймыз. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде айнымалының мәнін өзгертуге болады. Айнымалын жазу үшін пайдалануға болатын келесі: яғни латын әріптермен, мұнда үлкен және кіші әріптермен жазуға болады, цифрлармен, бірақ бұның ішінде атауларды санмен жазуға болмайды. Келесі астын сызу белгісімен пайдалануға болады. Қандай жағдайда пайдалануға болмайды? Яғни жақшалар, қосу, азайту, леп белгісі деген сияқты белгілермен пайдалануға болмайды. Мынандай жағдайда айнымалы атаулар дұрыс, яғни үлкен әріппен жазып келіп, кіші әріппен жазамыз. Немесе латын әріптерінің арасына кез келген символдарды қою арқылы әріптермен бірге сандарды жазуға болады. Сондай-ақ әріптер арасында қосу немесе азайту таңбасын бірден қойып, белгілі бір таңбаларды қойып жазсамыз да болады. Айнымалылардың типтері. Жалпы айнымалының типтерінің бірнеше типтері бар. Ең маңыздылары ол non, яғни айнымалының анықталмаған мәні, логикалық айнымалылар, яғни boolean type. Сонымен қатар ең маңызды сандар, numeric type. Бұның ішіне кіретін int, integer, бүтін сан, float, бөлшек сан, комплекс, комплексті сан болып табылады. Тізімдер. Тізімдерге list, тізім, және range, диапазон, яғни белгілі бір қатарды береді. Сонымен қатар жолдар типтері бар, жиын типтері бар, және де тізім типтері бар. Жолдар типтеріне бірнеше типтерде жатады. Ал жиын типтеріне мысалға set деген сияқты типтерді жатқызуға болады. Енді бұл айнымалылардың жазылу жолдарын қысқаша түрде айтып өтсек. Яғни айнымалыларды Python бағдарламалау тілінде жазған кезде біз бірден латын әріптермен жазсамыз болады. Мысалға A тең 4, яғни A айнымалысы 4-ке тең деген сөз. Print дегеніміз сол айнымалыны экранға шығару. Яғни type жақша ішіне A айнымалысын шығарамыз деген сөз. Сонымен қатар int, бүтін integer типі, яғни бұл біздегі A тең 4 дегеніміз ол int болады, себебі одан ешқандай бөлшек сан көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан бұл A және A тең 4 дегеніміз int не жатады. Келесі A тең 4,5 дегеніміз бұл бізде float типіне жатады, нақты немесе бөлшек сан. Яғни A тең 4,5 print type A деп шығарамыз. Келесі A тең арман, атында тұрғандай, бұл бізде таңба немесе жолдық тип деп те атауға болады. Яғни оның типі str болады.
Келесі бұл логикалық тип. Бұл логикалық типке true немесе false, яғни ақиқат және жалған тип түрлерін жазуға болады. Міне бұл бізде көп кездесетін, яғни Python бағдарламалық тілінде көп кездесетін айнымалылардың типтерінің жазылуы жолдары бар. Алдағы уақытта егер де өздеріңіз қосымша зерттенбесеңіздер, басқа да айнымалылар типтерінің жазылуларын көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.